Новая Зеландияда Гизборн деген арал бар. Таңның жарығын, күннің атқан бірінші болып көретін адамдар солар. Мен бірінші естіп тұрмын. Иә. Кім баруға түрткі болды? Басқа елге баруға, саяхаттауға кім түрткі болды? Ақшаны қайдан табасың? Любой саяхатқа шығатын кезде адамдар айтады ғой, Европаға, христиан, басқа діндегі елдерге бара жатасың, мысалы, айтады, діннен алыста кететін шығарсың, или болмаса Құдайын ұмытып кететін шығарсың. Ағылшын тілін қалай болса да үйреніп алған, өзі немесе курстарға барып үйренген қазір дұрыс па или дұрыс емес па? Виза вообще қай елдерге керек? Қалай алады визаны? Маған қызық бар. IELTS-ті қалай алады? Мен әлі білмеймін. IELTS білмейсің, короче, былай. Всем ассалаумалейкум, всем привет. Бүгін Текемет каналында жаңа рубрика подкаст. Подкасттың аты Sit Down. Жалпы бүгінгі подкастта мен 21 жасар қыз, яғни 30 мемлекетті аралап келген Карима дейтін мен өзімнің досымды шақырдым. Иә, бәріне сәлем. Мен есімім Карима, бірақ Инстаграмда туп-тип деп бәрі біледі. Жасым 21-де, қазір ресторанный дело гостиничный бизнес бойынша мамандықты бітірдім и осы сала бойынша жұмыс жасап, майын ішіп, жілігін шағып дейма, в общем, иә. Туризмда жүрген адамдарымыз ғой енді. Подкаст басталмастан бұрын подкасттан тыс дейтін бір рубрика бар. Аха, жарайды. Жалпы бірінші сұрақ, үйде сен кім деп еркелетеді? Тоқаш. Тоқаш деп еркелетеді. Шымкент немесе Алматы? Алматы. Алматы. Карьера или семья? Екеуі де болмай ма? Жоқ, мысалы, қайсы сильнее? Семья ғой. Саяхатшы болмаған кезде кім болар едің? Әнші болар едім. Әнші болар едің, да? Сүйікті әншің? 91. 91. Кімді пір тұтасың? Пір тұтам деп айтпаймын, бірақ... Жалпы кімді кумир қыласың? Кім кумирің кім? Сол адамдарға қарап бой түзейсің деген сияқты ма? Мә, қиын. Бірнеше адамдар айтсың ба? Көп адам ба? Бір 2-3 адам айтшы. Мә, қиын. Қазақстандық или шетелдік? Мен ана кімге қызығым? Юсупов бар ғой Арман. Бірақ андай блогингіне емес, жалпы жасап жатқан шаруасын. Иә, сосын тағы кім бар? Күшті бететін. Сәкен Қағаров ұнайды маған. Окей, танымаймын бірақ. Путешественник қой? Окей. Иә, сол салада жүрген. Жалпы адамның қандай қасиеті ұнайды саған? Мысалы, адаммен танысқан кезде ең бірінші қандай қасиетіне қарайсың или? Ашық жарқын. Ашық жарқын. Типа, мысалы, біз екеуміз шаруа бастаған кезде сен андай ашық жарқын болдың ғой, короче. И вайбты ілесе алып кететін адам мысалы. Адамның қандай қасиетін жек көресің? Өтірік айтатын адам жек көресің. Өтірік айтатын жек көресің. Иә, сосын ставка қоятын адам жек көресің. Ставка қоятын да. Қай қалада тұрғың келеді жалпы? Қай елде немесе? Бүкіл әлемде тұрып көргім келеді. Біз ағаш емеспіз ғой. Жоқ, ағаш емес болғанда өзің қай елде тұрғың келеді кәдімгідей? Бір күшті бір елің бар. Новая Зеландияда Гизборн деген арал бар. Сода таңның жарығын, күннің атқан бірінші болып көретін адамдар солар. Ух ты. Мен бірінші естіп тұрмын. Иә. Менің подписчиктеріме тілегің? Тілегің ба? Дамыңыздар, армандаңыздар және саяхаттау арқылы көп нәрсеге жетуге болады. Миыңдағы қазір тұрған өлең? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Sit Down деген подкастты бүгінгі қонақ сол Карима. Жалпы бүгінгі подкастымыздың тақырыбы не үшін саяхаттау керек деген тақырыпта бүгін қозғайтын боламыз. Оған жетпестен бұрын жалпы саған сұрақ, қанша елде болдың? Ел ма? 30 елде болдым ғой. 30 елде болдың да. 55 ба, 60-тан аса қалаларда болдым. Да. Жалпы осы елдерге барар кезде, не істеген кезде қандай қызықтар болды, не істедің вообще? Кім баруға түрткі болды? Басқа елге баруға, саяхаттауға кім түрткі болды? Короче, ол негізі неден басталған? Месть дейді ғой. Белая зависть деген сияқты нәрсе болады ғой. Любой адамды бір күшті жетістікке жетелейтін бір өзінің триггері болады. Мысалы, типа, біреу сен жасай алмайсың деп, о, әкең деп сөйтіп айтасың, типа мен жасаймын деген. Біреу сөйтіп айтты ма саған сонда? Жоқ, мен әке-шешем өзі саяхатшы. Көп саяхаттайды, иә, ол кісілерде. Сосын сөйтіп Европаға баратын болды 2019-да ғой деймін, сосын сөйтіп. Мен де барайыншы деп айттым да, енді ақшалар жетеді, мен де барайыншы, типа, мен де қосылайыншы деп, иә, сосын айтты. Өзің ақша табасың, сол кезде өзің барасың, короче. Сен уже біздің финансовый қаражатымыздан шығып кеткен адамсың деді. Мен ол кезде 17 жаста болдым. 17 жаста болдым. Сосын, о, дедім дағын. О, дедім да, сосын сөйтіп. Мен өзім перевод етіп тұрмын. Жарайды. Сөйтіп, сонымен ақша жинап бастадым, содан кейін андай ғой, дәлелдеу ғой, былайша айтқанда. Сонымен кетті, сөйтіп саяхаттап, бірінші Европаға кеттік, ең алғаш. Ең алғаш қалған Европа. Европаның қай қаласына? Германияға бардық бірінші. Германия, Амстердам, сосын Франция, Италия, Швейцария, Австрия.
тағы қайда бардық в общем сол қалаларға қалаларға соларға 18-ге толдым. Толғаннан 10 күннен өткеннен кейін виза алдым. Сөйтіп визамен 400 000 теңге бар. Желание прет, ақша аз, бірақ энтузиазм бар. Қанша ақшамен бардың? 400 000 теңге 12 күн ба 13 күнге бардым. 400 000 теңге. 400 000 теңге. 400 000 теңге еще 4 қала. 4 емес, 8 қала бар. 8 қала. Біз өйткені Москваға бардық қой, Россия арқылы ұштық. Астанаға, Астанадан Москва, Москвадан Германия. И солай көріп бүкіл қалаларға бара бердік, короче. И сол Қазақстаннан шықтым үйден. Үйден шыққаннан қайткенімше 426 000 теңгеге тұрдым ғой. Бәрі кірді ішіне. 8 қалаға 426 000 теңге дейді. Иә. Страшно ғой. Иә. Андай ғой енді ақшаң аз, желание прет, андай уже намыс дегенде андай ұят деген ұмытып кетесің да, типа көшеде де ұйықтай саласың кейде, далада да кете саласың. Мен андай сразу осы подкаст басталмастан бұрын енді соңына шейін қарамау үшін андай бірден сұрақ қояйыншы. Ақшаны қайдан табасың? Андай бәріне қызық қоса. Иә, қайдан қыдырып жүр деп па? Жұмыс істемейді, всегда Инстаграмның арасынан қыдырып жүреді, всегда қыдырып жүреді. Ай сайын қыдырады, жұма сайын қыдырады. Мысалы, сенің досың бар ғой, Әйгерім. Мысалы, кетіп қалды, кеше кетіп қалды ғой мысалы. 2 ай болды уже Европада жүргенде. Иә, 2 ай болды. Ақшаны қайдан табасыздар вообще? Маған қызық бар ғой. В общем, біз блогингқа именно саяхаттау арқылы ақша табуға енді келіп жатырмық қой. Оған дейін просто сендердің бұрынғы қазіргі тауып отқандарың, ладно, көзге көрініп отқан шығар енді. Иә, оған дейін до этого сендер көрінген жоқ. Көрінген жоқ, өйткені ел білген жоқ қой. Білмейді ғой. Елге официант болдым деп не деп айтасың? Мысалға 18-19 жаста біз банкетта официант болып істейтінбіз. Профессияң сол ғой енді, ресторанное дело. И как раз заодно практика и заодно ақша табасың деп. Таңғы сағат 7-тен түнгі 12-1-ге дейін Нават деген кафе бар ғой, сол жақта официант болып істейтінмін. Сосын біз еще бізден андай болатын, айтпағанда айтайыншы, короче. 2-ші курста онлайн басталды ғой, обучение ше, университетте. Сол кезде камера қоспайтын еді да бізде. Сосын кейін сөйтіп мен басқаларға сабақ оқитын. Типа таңғы уақытта бізде сабақ жоқ еді, біз түсте оқитын едік. Сон таңғы 8-ден түскі 12-ге дейін мен басқа бір курстағы государственное управление деген сабақта оқитын бір қызға мен соның сабағын оқитын. Камера қоспайсың, просто сен өзің айтып отырасың. Мен Карима емес, мен ана қыздың, короче. Мысалы, ана қызына Диана деп айтайықшы. Иә, Диана. Иә, со Диана болып сабақ оқитын. Ол қыз негізі кешір, бірақ дундық болған. Вообще, анау Құдайдан беретін стипендия, грант бәрінен уже кеткен қыз ғой, ше. И 100 000 теңге содан сабақ айына айлық алам. 5 сағат сабақ оқимын. Ананың күнде курсовойын жазамын, СРС-касын жасаймын, басқасын істеймін. И күнде бүйтеді ғой, ағылшын апай деген дым оқымайтын қыз ғой, енді күнде сабаққа жауап беремін, уже ағылшынша. Бір сабақ оқисың тек қана? Жоқ, күнде барлық сабақ. Таң 8-ден түскі 12-ге дейін қандай сабақ бар, соның бәріне қатысып шығамын. Лекциясы бар, семинар бар, басқасы бар, бәріне кіріп шығамын. Құқық деген сабақта құқықты праваны айтамын, ана государственное управлениеда азаматтық нәрселерді айтамын, короче, сөйтесің. И сөйтіп, анау мұғалімдер в шоке ғой. Диана, сен ақылды болып кетсің ғой деші, кәдімгі соны ешкім байқаған жоқ. Сөйтіп солай оқитын. Камера қос деп ешкім айтпайды. Иә, и сессияда қос деп айтады ғой. Таңертеңгісін өзім сессиямды тапсырамын да, түсте ана қыздың сессиясы болады. Маскаға ауырыватым дейсің ба? Иә, шашын бүйтіп жайып, очки киіп, соған сессия тапсырған кез болды. Еще офлайн кезде басқа бір қызға английскийден сессия тапсырып бердім. Бір сессия тапсырған 20 000 теңге алатын. Ну, короче, ақша табу дейтін оңай, просто кто шарит, тот картошка жарит дейсің ғой. Вот, енді ол кезде мен бір миллиондап табатын мүмкіндік білген жоқпын. Үйде отырып таптың ғой тепер. Үйде, или болмаса былай, короче, сосын онлайн магазин аштым өзімше, бір киімдер сатып, андай-мындай деген сияқты. И солай бір көп жинаған жоқпын бірақ ше, типа бір айына потолок ақша 140-150 теңге шығады. Ары кетсе 160 теңге шығатын шығар. Бір күшті потрудиться еткен кезде, или сессия кезде бір фартануть ететін кездер болады. И соны жинайсың. Енді әке-шешеммен тұрдым, арендаға төлемеймін, тамаққа да аз кетіремін. Былайша айтқанда 160 000 теңге болса, 130 000, 140 000 теңгесін жинайсың. Жинамаймын, жинай алмайтын қабілетім болған кезде просто билет алып тастаймын сол ақшаға. Типа не деген қасиет ол, жинай алмай. Біреулер киім алып тастап, шай тастап, или қанып тастайды ғой, сенікі керісінше қызық қасиет екен. Жинай алмаймын ақша, просто билет алып тастаймын. Потому что құртып қоясың ғой. И сен мысалға қазір сентябрь ма, ноябрьге уже билет алып қоямын, примерно қараймын да. Мысалы сен билет алып қойдың, ар жағындағы не проживание, қыдыру. Ол кейін ғой, ежик в тумане ол нәрсе, білесің ба? Главный билет қалтада. Главный билет болу керек. Главный билет қалтада. Мен жататын жерімді ешқашан бір проблема көрген емеспін. Мен отельде жатуым керек, басқа деп. Любой жерде жатырсың болады. Жоқ, бір апта бұрын сол шетелдіктердің именно сол бара жатқан қаладағы хост дейді ғой, короче, сондай приложение бар. Сөйтіп соларға заявка тастаймын. Мен қабылдай аласың ба, осындай студентпіз, қыдырып жүрміз деп. Сөйтіп бей смело дейді. Сосын солардың үйіне қонаққа барамын. Танымайтын адаммын бірақ. Ол сонда
шетелге шыққан кезде осындай туристтардың арасында сондай бір программа бар. Иә, каучсерфинг деп аталады. Каучсерфинг. Сондай программа бар. Иә. Ол сонда сен мысалы мен танымайтын адаммын, ол да сені танымайды, мен де оны танымаймын. Иә. Мен саяхатқа шығайын деп жатырмын, типа оған заявка тастаймын. Соның үйіне мен бесплатно жата аламын сонда. Иә, смело. Мен үйіме талай танымайтын адам келді ғой. Неше түрлі. Мен Қазақстандағы университетесін. Туристтардың вайпы ма сонда ол бір-бірін андай ғой. қалай? Мақал бар ғой, сиырға туған күн өгізге туады дей ма, бұзауға туады дей ма. В общем, түсініп алыңдар, сол мақал. Сол сияқты ол кезінде тоже басқа бір жаққа сөйтіп қыдырып барған кезде оны да біреу үйіне қондырған да, сөйтіп там басқа қалаға келген кезде. Ол үйге сен қанша күн жата аласың? Ол бір ары кетсе 5 күн шығарсың, 6 күн шығарсың. Сондай бір апта уақытында. Мен үйімде 8 күн жатты бір Швейцариядан келген бала, 7 күн Польшадан келген бір қыз, солай бір апта көлемінде жатуға болады. Мен үйімде кәдімгідей жұмыс істеді, шай тамақ ішті, қыдырды, басқа қылды. Сол үйге, короче, құдай қонақ болып келеді. Иә, 3 күн құдай қонақ, одан кейін уже жинап жібересің ғой. Короче, қонақ болып келеді. Сондай не бар, қызық. Иә, тегін, ешкім ештеңке сұрамайды, безвозмездно дейді ғой. Сонда қорытындылай келе сен ақшаны до этого осы блогерствоға дейін сен қара жұмыс жасау арқылы тауып и құртып қоямын деген ақшаларını билет сатып алу арқылы таптың. Вот. Қазір вообще мен қазір инстаграмдағы блогым сол кезіндегі нәрсе. Любой нәрсе негізі ниеттен басталады ғой. Мен сол саяхаттап жүрген кезде адамдарға көрсеткім келді. Менде көп ақша жоқ, бірақ мен саяхаттап жүрмін, типа вот мне 18 лет деген сияқты. 18 жасымда шықтым ғой алғаш рет. Өйткені виза алғаннан кейін былай шығып бастадым. Сол кезде жайлап блогинг солай бастала бастады. Мен ол кезде бір монетизация көрейін или болмаса ақша көрейін. Иә, типа ел қарап қызықсын деген нәрсе болған жоқ. Просто адамдарға көрсеткім келді. Қаншама жер көрген адам бар ғой, типа көрмеген адам. Иә, сау бол. И вот не было интересно, сөйтіп бастап жүрдім. Ниет мен көрген жақсылықты біреу де көре алсын. Хотя бы сетте болсын, басқа да болсын. Жалпы негізі ниет деген нәрсе ең самый жақсы нәрсе ғой. Алла айтады ғой, шүкір етсең артырамын дейтін. Ниет еткен адамның әрдайым Алла алақанын ешқашан қайтарған емес. Вот. Әрдайым саяхатқа шыққан сайын дұға тілеп нешейтін болатын нәрсе. Конечно, білесің ба? Конечно ғой. Былай вот любой саяхатқа шығатын кезде адамдар айтады ғой, Европаға, христиан, басқа діндегі елдерге бара жатасың, мысалы, айтады, діннен алыста кететін шығарсың, или болмаса Құдайын ұмытып кететін шығарсың. Наоборот, рахмет, типа, осындай мүмкіндік үшін рахмет, Құдай деп салауатыңды айтып, бүкіл неңді айтып. И тем более хосттардың не барасың, мысалы, танымайтын. Білмейсің ғой, қандай адам келеді. Еще қыз баласыңдар. Қорқпайсың ба вообще? Бісмілләңді айтасың, ғұсыл дәретіңді аласың, салауатыңды айтасың да, табалдырықтарды кезде бісміллә деп басасың. И все. И потом уже ары қарай Құдай білсін. Жоқ, негізі шынымен де андай сияқты меніңше. Адамдар айтады дейсің ғой, типа, сыртқа шығып кетсең, басқа дініңді, Аллаңды ұмытып кететін шығарсың. Керісінше, меніңше саяхатқа шыққан кезде, яғни ол саяхат бөлек, жоқ, саяхат былай екіге бөлуге болады сияқты, былай қарап көрсек. Сен, мысалы, миллион ақша жинап, просто қыдыруға барсаң, ол кайфовать ету үшін. Иә, андай бір жыл пахать етіп деген сияқты ғой. Андай не естіген Марғұлан Сембаевтан. Если саяхаттайтын болсаң, сен екі жағдайда саяхаттауың болады. Кайфовать етемін десең, пожалуйста, ақша төле дейді. Ал саяхаттамайын, просто шетелге барып білім аламын, немесе көремін деп барып жатсаң, басың салбырады дейді. Тәкаппарлықты эгіңді жой дейді. Ал тәкаппарлық эгіңді қосасың, басын көтересің ба, ақшаң қалтаңнан ақша кетіру керек сияқты. Сол лакшери бәріне төлеу керек. Если лакшери болатын болса, может быть, Аллаңды ұмытып кетуі мүмкін, себебі сен кайфоваешь, ничего, себебі басын қатырмайсың ғой. Проблемалардың барлығын ақшамен жауып аласың. Ал когда сен сияқты шыға алатын болсаң, меніңше Аллаңды вообще ұмытпайтын сияқтысың, себебі сен Құдай рахмет деп әр секунд сайын айтасың ғой. Рахметіңнен бөлек, мысалы, сен қалтаңда мысалы 200 теңге ақша бар да, 200 теңге ақша негізі по идее жетпейтін сияқты меніңше. Но жеткізесің. Да, жеткізесің, қысылып барасың, мысалы, аэропорттан түсесің, қайықта барасың, білмейсің, бағана хостты тауып алу керексің адамды. Сенің каждый шагың бір әрекетпен ситуацияларға, қызықты сәттерге ғана толы болғаннан кейін, как всегда, бір шытырманға тап болатын сияқтысың. Конечно. Как всегда шытырманға. Білесің ба, мен ешқашан өмірімде Porsche Cayenne'ға отырып көрмеймін. И сөйтіп, біз Америкада work and travelмен барып келдік, и сол кезде Гавайиға қыдыратын болдық, 5 күнге қыдырып баратын болып, и хостқа жаздым, 2 күн бұрын жаздым. Сәлеміз осындаймыз, сосын айтты. Аэропортта уже Сан-Францискодан Гавайиға ұшатын жерде отырмын. Айтады, кешір мен қабылдай алмайтын сияқтымын. Гавайида бір суткаға $150 төлейсің адам басына. И сен 5 күнге барасың, ойла, шатырыңда еді, қанша ақша кетеді. Анар тоже отказ соғуы мүмкін бе кей кезде сонда? Хосттар? Иә, кейде сөйтеді, типа, и андай, пространство жетпей қал, там, кешір деген сияқты. И сосын жаздым.
аты Густав болатын. Густав, сәлем. Короче, ничего не знаю, мен қазір аэропортта отырмын. Бар үмітім сен жерге полға ұйықтасам да, басқа ұйықтасам да, пожалуйста, мен қабылдашы. Короче, осындай. И билетімді скрин жасап жіберемін ғой, ана приложениеде. Гавайиға түсем, білмеймін. Құдайға тапсырдым әйтеуір. Әрекетім істедім, Құдайға тапсырдым. Келем аэропортта интернет қосам, сөйді мен аэропортқа кеп тұрмын, ақ Порш Каяммен дейді. Ева, айтамын, мені аэропорттан Алматыдан әкешем үйтіп күтіп алмаған. Айтайын саған, 5 күн мені Порш Каяммен қыдырттыған кісі бар ғой, прям риза болдым, рахмет. Бірақ ол кісінің аты Рици, Густав деген бала қабылдады бізді, бірақ ол бала кетіп қалды да, Рици деген румыниялық аға бізді өзінің бір бөлмесін беріп, сол кісінің бір, короче, Гавайида сондай күшті бір қызық не болған, путешествие болған. Қазақстанда болмаған самый қызықты сәтің ан жаққа барып болды ма сонда? Иә, негізі Қазақстанда да көп, бірақ Қазақстанда адамдар ашық емес көбісі негізі. Жоқ, негізі былай, мен көп еститінім, андай Қазақстанда адамдар мысалы, жалпы обычно Дұрсынбек Қабатовтың өзі айтады ғой, қазақтар негізі күлмейді деп айтады ғой. Иә. Ал сен де қатайып келгеннен ғой бірінші съемкаға. Ол енді не қандай субординация болғаннан кейін. Вай, шіркін-ай деп. Субординация. Вай. Жалпы негізі, европалықтар, шетелдіктер негізі андай ашық жарқын, любой адамды қабылдай алады, не істей алады. Негізі парадоксальный ғой, білесің ба? Бірақ қазақтар қонақжай, бірақ. Қазақтар қонақжай. Айтамын. Айта алмайсың ба? Өйтіп айтамын. Мен Қазақстаннан да күшті қонақжай адамдар. Қонақжай. Мысалға мен Шымкентке туысқандарым үйіне баратын кезде елімізде мен андай кішкене қысылып барам да, қазір уже есейдің ғой, мысалы, бұрын кішкентай кезде байқамайсың. А қазір уже мен Шымкентке, Астанада қанша туысым болса да, маған легче просто гостиница или болмаса хостелді бронь жасап, өзім сол жақта тыныш бара салған. Потому что андай бір қысым сезесің да, бәрібір де ше, ондай нәрсе болады. Мысалы, шетелдіктерде шетелдік деп енді бәрін мақтай беруге болмайды, просто парадоксальный нәрсені айтайын да. Мысалы, исламда айтады, күлу сунна дейді, мысалы, адамдарға жымиып, иә, типа осылай адамдарға жымиып қарау деп. Бірақ бізде олай емес қой, мысалы, жүреді. Саяхатқа баршы, өмірден түңіліп кетесің ғой, Ташкентский жақта жүрсің, мәссаған. Жаңа Абайдан түссең түңіліп кетесің ғой. Сол ғой, Абайдан даже Әл-Фарабиден былай қарай түссең сондай. А Европада олар христиан, мысалға, діні басқа да, мұсылман емес. Но бірақ олар прям күліп жүру, адамдарға ашық жарқын болу деген сияқты нәрсеге больше опираются. Не, әңгіме не демес сияқты, әңгіме ол дінде емес сияқты, әңгіме просто құндылықтарында шығар адамдардың. құндылықта емес, окружение сияқты, ортада. Просто Қазақстан ортасы сондай кішкене напряг қой бәрінде. Енді ешкім жетісіп жүрген жоқ қой, кредит төлейді, басқа қылады деген сияқты. Бұл басқа тема. Мораль қозға кеткен ба? Давай мынандай сұрақ саған енді. Ағылшын тілін қай кезден бастап үйрендің, және де студент қазір оқып жатқан студенттері бар, немесе оқушылары бар. Айтасың дейсің. Сол вообще. Андай маған айтқан, короче, мен осылай мен ағылшын тілін оқып үйренгім келеді деген кезде, енді қазір не қыласың, оқымай-ақ қой, сен проблем қазір оқып аласың, потом сен өміріңде қолданбағаннан кейін ол ұмытылып кетеді деп маған біреу не берген. И сен сөйтіп жүрсің. Мен қазір сөйтіп жүрмін мысалы. Мен тұрамын да шығып кетші вообще. ағылшын оқығым келеді де, бірақ та тұрамын да әзір керек емес сияқты деймін де, андай как будто өзімнің өмірімде андай фильтровать етіп үйренгенмін мен қазір. Мысалы, ақшаны құртар кезде мына дүние маған керек па? Мысалы, мен кеше очки алдым, очки 15 000 теңге тұрады. Тұрамын да бағасы сәл қымбаттау, мен тұрамын да очки данный момент маған керек па? Сосын ойланамын, жоқ, маған керек емес. Значит, мен әзірге алмаймын. Ағылшын тілінде мен дәл солай ойлап отырмын қазір. Не деп ойлап отырсың? Типа, мен қазір шетелге шығып жатырмын ба, немесе мен қазір өмірімде қолданып отырмын ағылшын тілін? Жоқ. Әзірге ол маған керек емес деген сияқты. Сен білмеген соң қолдана алмай жүрсің просто. Вот. Енді мен сенен сұрарым. Қазіргі студенттерге, маған, оқушыларға, басқа адамдарға ағылшын тілін қалай болса да үйреніп алған, өзі немесе курстарға барып үйренген қазір дұрыс па, или дұрыс емес па? Конечно, короче, былай айтайын саған. Любой мүмкіндік, неважно, біздің екі қолымыз бар, иә? Әлемде любой бір мысалға тіл білсең, сен үшінші қолың шығады, невидимый үшінші қолың шығады. Бір графический дизайн білсең, төртінші қолың шығады. И мына пространствода негізі мүмкіндік көп та. Сен ананы ұстай алмайсың, потому что сен қолың жоқ та, үшінші қолың жоқ, сен оны шығара алатын. Мен бір қызға айтайын ба? Короче, мен осыдан 2-3 ай бұрын, яғни апрель айында, мен негізі Барселонаға кетейін деп отырмын негізі. Испанияға. Не үшін бармай қалдым деп ойлайсың? Тіл ма? Тіл. О, күтек, не үшін ол? Короче, мен негізі осы видео саласына жүргеннен кейін бір кісінің қасына видеограф болып барайын деп аттым. Ол кісіні мен как будто сол адам и мен ғана тек қана. Мен как будто оның көмекшісі ретінде барайын аттым басында. Ол маған ақша төлейді еще. Контент түсіремін, еще даже нені көремін.
мен не үшін алмай кетті, сол айтады, маған бір күн шақырып алып тұр. Короче, бірінші күн айтты маған, Айдархан солай сен барасың, сен алып кетемін, маған осындай жұмыс істейсің деді. Мен хорошо, окей, ладно, мен қай Барселонаға, Испанияға, давай, без проблем барамын деген сияқты. Оформляем визу деді. Да, мен оған паспортын жіберіп, загранпаспортын жіберіп жүрдім де, бір кезде бір какой-то 5 күн өткеннен кейін мен шақырады, Айдархан сен тіл білесің бе дейді. Жоқ, білмеймін ше. Хотя базовый андай адамдармен сөйлесе алатын тіл білесің бе? Жоқ, білмеймін. Онда Айдархан ренжіме, сен маған былай лишний жүк боласың, себебі сен үшін мен жауап беруім керек. Мен сен негізі еще переводчик. Да. Негізі мен сені көмекші ретінде алып жатқанмын негізі. Мен онымен барған кезде, типа ол мені жібереді, Айдархан ана жаққа барып келші, ана жақта бір забронируй. Бар сөйтіп кел дейтін қызметінде мен негізі барайын жатқанмын. Бірақ сен тіл білмейсің, Айдархан ренжіме деді де. Сен бара алмайсың. Тіл үйренем демедің бе? Мен содан кейін, осыдан кейін тіл үйрену керек деп. Содан кейін сенімен таныстым мен. Содан кейін уже Құдайдан сынақ шығасың. Да, вот сондай нәрселермен жайлап осылай. Сондай ортаға жайлап кіріп жатырмын да, шешендер сақтырамын. Жаным, молодец. Солар жайлап көріп жатырмын да енді. Құдай қаласа ағылшын тілін оқимын. Андай керек емес емес, как будто ол мүмкіндік ретінде ғана көріп жатырмын қазір. Дұрыс қой, и так мүмкіндік. Мен мысалға любой тілді үйренген кезде, мен 6 тіл білемін ба қазір, английский бар, басқасы бар. Мен оны бір, мынау маған керек болып қалады екен, осы маған мүмкіндік екен деп ойламаймын. Просто маған қызық ол тіл, типа адамдармен сөйлесіп көру, сол мемлекетке барғанда и сол интереспен кетіп қалады. Вообще английскийға келетін болсақ, любой английскийдің тілін үйренетін кезде маған андай курстар шатырын тайдырады. 2 айдың ішінде сен полностью үйретеміз. Ондай емес, айналайын. 11 жыл оқыдық қой, бірне, ана бағана жігіт because дегенді 11 класстан кейін енді түсінген менің досым. Тұрақтылық керек. Саған любой нәрсені жасайтын кезде сен түсіну керексің, типа зачем это тебе нужно? Саған не үшін керек? Мысалы, мен қазір YouTube түсіріп жатырмын ғой, мысалы қазір мынау ең бірінші подкаст, негізі оған дейін де бірнеше рубрикада заттар түсіріп көрдім. Иә. Бұл жерде маған ешкім ақша беріп жатқан жоқ. Мен дато бір маған осы түсірген үшін ешкім не істеп жатқан жоқ. Мен өзім түсіріп жатырмын. Айналайын деп жатқан жоқ саған. Ешкім айналайын деп басына сипап жатқан жоқ. Қазір түннің несі түсіріп жатырмын да. Маған ешкім ақша төлеп жатқан жоқ. Мен просто андай да, мен болашағымды ойлап отырмын просто. Дұрыс айтасың. Андай. YouTube маған қазір әкелмесе де ақша. Бәлкім болашақта 1 жылдан. Ол саған бренд қой еще. Да, 1 жыл, наверное, 2 жыл. Ничего страшного, мен зато ештеңе ештеңе шығын шығып жатқан жоқ. Зато мен болашағымды ойлап отырмын. Мысалы, сол сияқты. Ағылшын тілде солай сияқты мысалы да. Иә. Қазір сен үйреніп ал. Болашақта, мысалы, на всяк мен сияқты бір кетіп қалатындар, мысалы, да? Ана жақта керек болады. Вот, сондай ғой. Вообще, тіл, любой тілді үйренетін кезде, саған қажеттілік керек бірінші, саған түсіну керек, типа, мен ол ұмыт қалам деген нәрсе жоқ. Телопамяти деген нәрсе бар. Сен, мысалы, 10 жасында, 12 жасында каратеге барсаң, мысалы, 1 жыл, 2 жыл айналыстың. И бір 3-4 жылдан кейін сәл кішкене қайтадан сол жаттығуларын жасап көрсең, сен есіңе түсе бастайды, сол қабілеттерің қайтып келеді. И тура сол сияқты мына мышцаларда английскийде любой қабілетті үйренген кезде мидың да мышцалары тура солай. Сен үйренесің, и оно у тебя останется. Мысалға мен күнде ағылшын қолданып отқан жоқпын ғой. Бірақ бір шетелдік келсе, мен сразу сайрап кете аламын да, типа сөйлесе бересің. Любой нәрсе тұрақтылықпен келеді. Мысалға мен IELTS тапсырған кезде, мен IELTS-ты 12 жыл бойында презировать еттім. IELTS-ты қалай алады? Мен әлі білмеймін. IELTS білмейсің, короче, былай. IELTS деген сен английский деңгейіңнің несі ғой, сертификат, короче. Қалай алады оны просто? Битесің. IELTS-та 4 формат бар. 4 формат дегенде 4 этап бойынша тапсырасың, тест тапсырасың. Listening деген тыңдау, наушникпен аудио ұрып тұрады. Ена жақта тексттарға қай сөзді айтылды, соны қойын керексің ана сұраққа. Ана нелерді, пробелдар тұрам арасында? Иә, пробелдарға қоясың. Ол listening. Одан кейін reading. Reading кәдімгі текст беріледі, и текст бойынша кәдімгі сұрақтар қойылады. Ана неде? Астында сұрақтар болады. Одан кейін writing. Writing деген оқу сауаттылығы сияқты ма ана екіншісі? Иә, оқу сауаттылығы сияқты. Writing деген эссе ғой, 2 түрлі эссе беріледі. Жазасың. Иә, біреусі ой еркін кәдімгідей бір тақырыпқа обсуждение сияқты болады, а біреусі кәдімгі графика беріледі, мысалға 2013 жылғы агрономия бойынша осындай графика берілген. И сен соны ағылшынша жазып беруің керексің. 2013 жылы мынау статистика былай болған. 2014-те түскен, өскен деген сияқты қылып. Енді дағды ғой, соны үйренесің. 4-шісі speaking, кәдімгі ағылшыннан сөйлейтін адаммен неше түрлі қудырып сұрақ қою мүмкін. Сен не үшін аяқ киім жақсы көресің, или сен неге андай киім алған жақсы көресің, болмайтын құл сұрақ қою мүмкін да. И сен бәріне ағылшынша жауап беруің керексің. И любой нәрсені қиындатпау керек негізі. Да, өмір жеңіл ғой, өмір жеңіл, бірақ адамдар қиындатады. Английскийді үйрену де IELTS-та тура солай. Мен IELTS-ты 12 жыл қашқам, бірақ
20 күннің ішінде дайындалып тапсырдым, короче. 20 күн күнде 12 сағаттан отырып IELTS оқыдым. Күнде 4 сағат әлгі listening, reading бәрін бір сағаттан істеп шығамын, әр 4 пунктты. И сосын қай жерім хромать етеді, қай секция бойынша. И сол бойынша дайындала бересің. И IELTS қанша сенікі? 6. Нешеге дейін барады? Негіз 9. 9-ға дейін. Иә, мен енді астын үстіне әйтеуір шалапыла 20 күннің ішінде сөйтіп жүріп 6 алдым. Енді келесі жол тағы тапсырғым ол какой-то бір не бола ма? Срок бола ма IELTS-та? 2 жыл болады. 2 жыл сұрау болады, иә. И сол тіл үйрене алмай жүрген адамдарға айтайын, сендер бір мүмкіндіктеріңнен құр қалып жүрсіңдер негіз. Сол андай болады ғой. Адам өмірге көре алмаушылық или болмаса бір аш болу қабілетімен келу керек та, типа бір мүмкіндіктен қалып бара жатырмын, біреу дамып кетіп жатыр, мен қалып қалып жатырмын деген. Жоқ, көре алмау емес ата. Оны просто аштық ретінде ғана қабылдау керек. Иә, просто аштық ретінде қабылдау керек та. Мысалы, сен английский білмейсің, и ты профукаешь столько возможностей. Мысалы, мен сол английскийдің арқасында американский компанияға жұмысқа тұрдым, ешқандай агентство. Сен осана, который қазір кетейін деп жатсың ғой Европаға, соның отказ берген жоқсың ғой да? Жоқ, мен ешқайсы отказ берген. Сен кеше просто историяңда отказ бердім деген сияқты. Магистратурамнан отказ бердім. Қазақстандағы? Жоқ, Европадағы. Мен одновременно Европаға магистратураға тапсырдым, Италияға. Сосын американский компанияға жұмысқа тапсырдым. Сен жұмысқа барасың ертең. И мен жұмысқа тапсырып, жұмыстың контракты бірінші келді да, ответі. И сол үшін мен жұмыс таңдап кеттім. Кейін оқудың контракты келді. Италияға 2 жыл тегін оқуға 6200 евросы бар. Айына? Стипендия. Жоға, жылына. Соны 3,5 миллион ғой. Ойласыш. Сонда тіл білген. Қызықты оқиған қай елде болды? Самый қандай бір. Бірінші күшті сын айтып берейін. Короче, былтыр work and travel мен Америкаға барып келдік. Мен Калифорнияда жұмыс істедім, Сан-Симеон деген қалада. Сосын 3 ай жұмыс істейсің, пахат етесің. Оқымаған, кәдімгідей қатты білмей отқан, қай қалаларды айтып отырсың, білмейсің. Картаның шетіндегі қалалар. Оқымаған, короче, география. Сөйтіп сол Калифорнияда жүрдік, Лос-Анджелес пен Сан-Францискоға, танымал Калифорния штатында. И соны 3 ай бітті жұмыс, сосын подругам Чикагодан маған қарай келді, сол Калифорнияға. Сөйтіп қыдыратын болдық. 3 күн Лос-Анджелесте қыдыратын болып шештік. Сөйтіп жүрміз енді жаяу, сумкамен, басқасымен, жататын жер жоқ, Лос-Анджелесте жүрміз. Сөйтіп ары бері қыдырамыз, сосын Инстаграмға салдық енді, қазақтар бар ма, LA-да андай мұндай деп сөйтіп саламыз. 1 сағаттан кейін 2 қазақ бала жазады. Біз бармыз ғой, короче, солай, давайте кешке көрсек деп. Болды, смело дейміз. И сол кезде күні бойы Беверли-Хиллста жүргенбіз. Беверли-Хиллс деген бүкіл бай, неше түрлі Rolls-Royce, Porsche Cayenne бар. Бүкіл қымбат мәшінен бәрі бар жерде жүрміз ғой. Анау селебрити дейді ғой, американский жұлдыздардың бәрі өтетін кәдімгі көше арена. Который звездалар бар жерде. Вот. Соны сөйтіп, сол жақта жүрміз, пальмалар басқа. Сосын айтамыз, мә, осы жерде бір кабриолетпен бүйтіп өтсек қой шіркін деп. Типа адам арманын бала сияқты армандап та білу керек деген сол кезде түсіндім ше. Өсе келе негізі сол бала сияқты армандай алмайсың, уже күйбең тіршілік адамның санасын тұрмыс билеп кетеді, короче. И сөйтіп армандаймыз, мә, бір көштілеп тамақ жесек қой, бір манты, лағман жесек қой деп сөйтіп армандадық. И кешке ана балалар жазды, сөйтіп қазақтар ғой Америкадағы сосын. Қайдасыңдар, что-то біз сол Беверлидамыз, осы райондамыз, келесіңдер ғой деп сөйтіп жаздық. И бір 15 минут па күттік соларды. Бірақта қазақ бала келді, қалайсыңдар анам, біз оларға құрт беріп жатырық, қазы болған кішкене, сөйтіп, андай кәдесиларыңды беріп, сөйтіп, чего там андай-мындай әңгімелесіп. И жүріңдер кеттік қаланы аралайық деді, істе машинесі бар екен. И тинг-тинг деп ашқан кезде кабриолет ашылады, ема, потолок, Мерседес кабриолет төбесі ашып жабылатын. Айтам ғой, анау. О, алла, бет, дұғамды сразу орындарыңа мұнда бар. Рахмет, персиялар қатты естіп қойды. Анау, немен, пальмалармен сен жүріп атасың да, сол кезде түсінесің в один момент. Оказывается, кинодан көретін нәрсенің бәрін сен өзің басынан кешіре алады екенсің деп ше. Мен қазір сондай қызық адам басына келмейтін сон нәрселерді армандау, для меня это уже прям драйв береді, короче. Самый күшті нәрсе. Кайфовый нәрсе, ең күшті. Еще олар тұратын ЖК-да, олар кейін машинасын ауыстыру керек болды. Сөйтсем олар үш машина. Өздерінікі еще, аренда емес. Конечно, тұрады екен сол. Америкада, Лос-Анджелесте тұрады. Мамушка. Папушка дейсің ғой. Сөйтіп, біз паркингтына келетін болдық, сосын кейін сөйтіп паркингта тұрмыз. Анау ЖК Арсений деп аталады Лос-Анджелесте. Сөйтсем, ана ЖК қазақтар тұрады екен бәрі. Паркинға кіреміз, сәлем, Найман, қазақ, бәр номер сондай, ема, потолок дейсің ғой, кәдімгідей. Нелер, американский номерлар 3 саны емес, кәдімгідей жазумен. Өз аттарын жаза береді, өздері, сон налог төлейді үстінен. Но бірақ сондай, короче, күшті. Негізі айта берсең көп, андай, 21 жасыма дейін көп история өмір сүргеніме, кәдімгідей қуанам.
өйтіп қараған кезде ой пресс жасап тастаппын ғой айтасың кәдімгідей ше. Андай не жалпы бағана айтып отырмын ғой енді ағылшын керек, не ағылшын не үшін керек деген сияқты. Ағылшынды біріншіден жалпы не істеу керек ше? Ағылшынды үйрену керек. Адам қыдыру керек. Жоқ, қыдырғанда да олар саяхаттау керек. Ну, саналы түрде саяхаттаған дұрыс сияқты, чем андай без берекет емес. Саналы түрде не үшін бара жатқаныңды қиындатпау керек сияқты бағана сен айтқандай. Андай ақша керек. Қалай істеймін? Аэропортқа барған соң қайтемін. Ай, сен Алматыға келгенде қайтесің, аэропорттан түсесің, 92-ке мінесің, қалаға барасың, сондай ғой. Қиындатпау керек. Тілді үйренгенде де тіл ол бір андай емес қой. Люди хотят асығыс тез үйренгенше, типа, десе, бір бүкіл английскийді біліп қалу керек сияқты. Ол шаг за шагом жай келетін қабілет қой. Мен жолдың шетімен деп басың. Вот. И саяхаттау да сондай. Бізде мен қазақтардың Дубай, Египет, Турцияға, анау сондай. Короче, пляжный отдыхқа баратынына шатырым таяды. Потому что дым алмайсың. Сен миың дым жасамайды. Типа ақша төледің, да, пляжға бардың, суға түстің, басқа деген сияқты. Эмоция жоқ, но как будто это должное, понимаешь? Типа сен 5-звездочный отельге барасың да, айтасың, демалып жатсың да, бірақ айтасың, немене завтрактар онша емес па не деген, сенде уже сондай нәрсе эго оянады. Иә, а саяхат бағана мен айтқан сияқты ғой. Ана Марғұлан Сүйінбаев айтты ғой. Сен қалтаңда басыңды бүйтіп керіп жүру үшін қалтаңда ақша болу керек. Ал бүйтіп жүру үшін просто эгіңді бір жеріңе тығып қоясың да, адамдармен сөйлесе бастайсың. Қарапайымдылық деген сияқты ғой. И сол кезде андай мәдениеттанды, мысалы Турцияға пляжға барып келген достарыңнан, таныстарыңнан сұрасаң, ой, күшті демалдық, завтрак күшті болды. То есть ішкен жегені. Көрген емес. Көрген емес. Ішкен жеген. Ой, күшті завтрак екен, обедтар күшті екен. Жатқан отель дейтін, шикарно, бассейн дейтін. Сондай да. А саяхатта маған маңызды. Мысалы Чехияға бардық, мен Чехияда бір айтишник балалармен таныстық. Сол каучсерфингте бәріміз қыдыратын болдық кешке. Сөйтіп, маған местный адамдардың өмірі қызық. Мысалы сен барған кезде қалай, чем они дышат, қандай ақша табады, ақша табудағы нелері қандай, принциптары қандай, жұмыс істегенде қандай, и өмірлерін қиындатпайды. 6 сағат жұмыс істеймін дейді, кейде 5 сағат. Зато айлықтары 2-3 миллион. Бірақ қабілетті, олар бір нәрсені біледі, білімді біледі. Сол үшін де сондай нәрселерді табады. И сол кезде түсіне бастайсың. Оказывается, көп ақша табу үшін сен көп пахать етуің қажет емес. Просто ақылмен, санамен. Иә, көп қабілеттерді білсең болды. Мысалы, сенің бір сферада жүруіңе тек қана сен видео саласында болуың емес, сен тіл білуіңде, басқасы да граф дизайнды білуіңде, бәрін сен қосатын болсаң, сен нифиговый Айдархан болып шығасың да, кәдімгідей, типа, сен уже бесаспапсың, елдің бәріне керексің. Загранпаспорт енді алу оңай ғой, сондан барып аласың ғой. Визаны қалай алады? Виза вообще не үшін керек, қай елдерге керек, немесе қандай елдерге керек емес, қалай алады визаны? В общем, саяхаттайтын кезде бірінші правило сен баратын еліңді анықтайсың. Сен мысалы Европаға баратын болсаң, 28 ел кіре ма, Европейский Союзға, сол қай бірінші елге кіресің, сол елдің документациясын жинайсың. Мысалы Европаға керек, Америкаға, Япония, Канада. В общем, ұлы жетілікке кіретін дамыған мемлекеттерге Қазақстан азаматтары үшін виза керек болады. Ал орталық Азиядағы мемлекеттерге виза қажет емес. Орталық Азия, Турция, Дубай, Азербайжан, Грузия, басқа деген сияқты ғой. Соларға виза қажет емес. Просто паспортпен билет алсаң болады, оған қатты қиын емес. А Европаға, Америкаға баратын кезде ты сначала определяешься со страной. Европаға барасың. Мысалы сен айтайық Италияға бара жатсың неме? Бірінші кіретін мемлекетің Италия. Сен ар жағында Швейцарияға бару мүмкін, Францияға бару мүмкін. Бірақ бірінші қай мемлекетке кіресің, сол мемлекеттің консульствосына барып документ жинап, виза аласың. Қандай документтер жинайсың сонда? Өте оңай негізі. Паспорттың, 3-4 суреттің, сосын статус. 086 жинап кетпейсің ба? Қымаш, рентгенге түсіп. Рентгенге түсіп. Жоқ, керек емес дүниелерді қарататын несі өте ме? Жоқ. Қазақстан сияқтысыз ба? Кетші құрсын. Жұмыс істейсің, или болмаса оқисың, или жұмыссыз деген сондай справка аласың. Жұмыс істейтін болсаң, жұмыс істейтін справкаң и банковский выпискаң керек болады. Типа Каспийда там счетыңда көрсетуің керексің, как минимум 2 миллион, 1,5-2 миллион бар деп көрсетесің. А оны, мысалға миллионда ақша болған жоқ қой, 400 теңге. Сол лайфхактарды айтып кетші, адамдарға қалай виза алуға болады оңай, соның лайфхактарын айтып кетші. Короче, бүйтесің. Сол Каспий выпискада, Каспийда или любой банктағы счетыңда ақшаны көрсету керексің, типа 1,5-2 миллион деп. И ты так делаешь. Ақшасы бар, ата-анаң или достарыңнан уақытша сұрай тұрасың, типа айтасың. Қарызға береді. Ну, қарызға береді. Уақытша. 10 минутқа бере тұршы дейсің. Ақша жібереді ана кісі. И счетыңда миллион бәрі тұр. Каспийға барасың да выписка істетесің. Банковский выписка. Сосын ана қайда ақша бересің. QR-мен и сумма, сенде банкта осындай сумма бар деген қаражатпен қағаз аласың.
сөйттім да, кімнен алдың ана ақшаны? Сразу қайтарып бересің. Рахмет дейсің. И мен сөйттім, біраз таныстарымнан сұрадым. 1 миллион, біреуінен 500 миллион, сөйтіп бәрін сұрап, счетымды шығарып алдым. Одан кейін қанша миллион болу керек сонда счетында? 1,5-2 миллион. 1,5-2 миллион жату керек. Бірақ ол зависит, сен қанша күнге бара жатсың. Мысалы, 2 айға бара жатсаң, конечно, 2 миллион дымға жетпейді. Как минимум 3-4 миллион болу керек та ол кезде. А егер 15 күн, там 20 күнге бара жатсаң, 1,5-2 миллион смело жетеді мысалға. И сосын авиабилеттардың броньін көрсетесің. Оны сайттан ала саласың. Типа, бронь авиабилетов бесплатно деп па, Google-дан іздесең, өзі сол жақтан сен мысалы Алматы, Италия деп па, сондай броньды көрсетесің. Типа, осы билетке бронь бар деп. Иә, соны көрсетесің. Туда обратно. И одан кейін отель Booking-тан аласында бронировать етесің. Booking-тан бесплатное бронирование деп іздесең, любой отельді броньдаған кезде біреуіне ақша төлеуің керек боласың да. Астында жазылып тұрады: бесплатная отмена или болмаса бесплатное бронирование деп жазылып тұрады. Это означает, что сен кіріп қазір ешқандай ақша төлемей-ақ бронировать ете аласың. И сол броньмен подтверждение келеді саған. Сол подтверждениені алып, мындай документ қой, PDF форматында. Соны шығарып аласың. И сен мысалға 10-нан 20-сына дейін бара жатсаң, 10-нан 20-сына дейін қай елдерге бара жатсың, сол елдің бәріне сондай броньдарыңды көрсетіп, сол документтарды визаға барып жинап тапсырасың. Сосын неде виза алатын кезде ағылшын тілін тоже сұрайды ғой да? Тілі білесің бе деген сияқты. Ол маңызды емес қой. Андай Америка барған кезде мен достарым айтады. Америка сұрайды. Америка сұрайды. Европа сұрамайды. Европа сұрамайды. Европаға маңызды емес. Европа документіңді бірінші жинайды, сосын сен делаңды қарайды. Ал Америкаға баратын болсаң? Америкаға баратын болсаң, сен бірінші спикинг яғни разговорный тексеру. Жоқ, қара, бірінші Америкаға баратын кезде сен просто анкета толтырасың. DS 160 деген неде сайтта DS 160 деген анкетаны толтырасың. Ішінде аты жөнің, паспортный данныйың, қай қалаға бара жатсың, не істеп жатсың, бәрін ана анкетаға жазасың. Кәдімгідей сайтта толтырасың. И сөйтесің да, ана банковский выписка жұмыс істейді деген справканы кейін собеседование назначить еткеннен кейін жинайсың оны бәрін. Түсіндің ба? То есть сен бірінші виза Америкаға баратын кезде сен бағанағы нелерін өтіп аласың. Анкетаны толтырасың, $160 төлейсің, сосын визаға жазыласың. Мысалға, визаға обязательно окошкаға жазыласың. Мысалға айтайық, қазір тамыз ба, сентябрьдегі 20 сентябрь күні саған окошка бар дейге, сен соған жазылдың, $160 төледің, анкета төледің. И 20 сентябрь баратын кезде сен Америкаға, консульствосына, сен уже жұмыс істейді деген справканы жинайсың, айлық көрсеткішіңді жинайсың, қай қаларға бара жатсың, бронь, бәрін сол по факту барған кезде көрсетесің да. А оған дейін сен өзің делаңды сайтына жіберіп қоясың оларға. Они рассматривают твое дело. Ал Европада сен бірінші жазылдың окошкаға, сосын документтарың бәрін жинайсың да, и бәрін разом өткізесің, бір аптадан кейін айтады саған, виза берілді, берілмеді деп. Европа өте оңай береді. И Европада орыс қыздар отырады, қазақ қыздар отырады, ол жерде консул отырмайды, собеседование болмайды. Америка баратын кезде? Кәдімгі офицер отырады, американский консул, кәдімгі ағылшынша сұрақ қойып, или орысша. Туристический мақсатта салтанат неде істейтін еді ғой, американский визада істейтін еді ғой. Иә, ол виза емес, ол не ғой, оформлять етеді. Студенттерді Америкаға жіберу бойынша программа. Ол work and travel екен. Иә, ол программа. А американский консульствода тек Американың азаматтары кәдімгідей осы. Сен work and travelмен жұмыс істеп келдің ғой? Иә. Work and travelдің пайдасы қандай? Қандай вообще? Ема андай лимон дейді, миллиондарды андай ойбай жеп қаласың. 3 айдың ішінде 5 миллион тапсаң, потолок болып қаласың, короче, былай. 3 айдың ішінде 5 миллион? Ну, плюс-минус сондай. Work and travelға нешінші курстан бастап барады негізі? 1, 2, 3 курс барылады. Бірден кейін сразу бара салуға ма? Иә, бірінші курсқа түстім. Мысалы, сен бірінші курсқа енді түстің, тура осы жылы алып work and travelға подаваться етесің да, бірінші курс оқуың бітті ғой. Жазғы 3 ай каникулда уже work and travelға барасың. Ана студенттерге шаймай, андай жазда официант болмай, андай қараусыз жұмыс жасамай, стройкаға кірмей, короче. Сол бірінші курс бойы целый ана. Енді 9 ай бар ғой бізде, 3 айға шейін, демалысқа, жазға дейін. Сол 9 айда ағылшын тілін кәдімгі чотко үйреніп, 9 айда біршама оқып бар ғой. Конечно. 9 айда үйреніп, бірінші курс біткеннен кейін сразу work and travelмен кетіп қоюға болмасын да? Болады. Бастысы соңғы курста подаваться етпесең болды. Мысалы, медта оқитындар 5 жыл, біреу 7 жыл оқуы мүмкін ғой. Олар бірінші курстан 6 курсқа дейін подаваться ете алады. Егер 7 курс оқитын болса, 5 жыл оқитын болса, 1 мен 4-тің арасында подаваться ете алады. Вот, сендерге не лайфхак, короче, лайфхак емес, жалпы кеңес негізі. Иә. Андай енді не демейді, жұмыстарыңды құнсыздандырмай ақ қой, но бірақ та бір мүмкіндіктің несі ғой андай, work and travel, Америкаға барасың. Иә. Вообще, ең күшті нәрсе, сен ақша табасың мысалға, американский ортада жұмыс істеп үйренесің, америкалықтардың көзқарастарын түсіне бастайсың. Мен даже обычно Америка емес, мен негізі Орал қаласынамын ғой, негізі мен Оралдан қашып келген адаммын ғой негізі. Алматыға мен не үшін қашып кеттім? Алматыға осындай
Алматы андай мүмкіндіктер қаласы, арман қала. Алматыда негізі жыбырламасаң ашық қалатын қала. Сол ғой. Қатыгез қала дейді. Өмір қылп етіп тұру керексің ғой. Лап жанып тұру керексің ғой кәдімгідей. Сондай болмасаң Алматы сені жұлып жеп қояды. Сондықтан Америкада сондай сияқты. Ол жақта да жұмыс істе, ондай емес па? Ол жақта Америкада андай халық өзі кішкене еріншектеу келеді американецтер. И анау мына жер бұзылып қалса да соған адам шақырып жөндетеді. Мысалға аптасына уборка жасайтын адамдары болады олардың өздерін. И Америкада мүмкіндік көп, мысалға ше. Ол жақта жұмыс қарапайым, мысалы сантехник жұмыстың өзі андай бір костюммен киген адам сияқты. Благородность, понимаешь? Мен садовник дейді ғой, гүл бақшаны қарайтын. Бізде не болды? Біз курортный зонада жұмыс істедім. Мен официант болып істедім, ол кісі сондай бағбан ғой енді. Мен сол кісімен қалай күшті сөйлесем, бастықпен де тура сол деңгейде сөйлесе алатын. Бастық та анамен де ешкім мұрнын кермейді. Ол жақта бір-біріне сізде сөйлемейді ше да? Сіз деген сөзі де жоқ қой. Иә, сөз you болды да? Иә, болды. Ну, короче, сен. Но любой адам өзінің жұмысын жақсы көріп істейді. Мысалға, пол жуатын тәте болатын бізде. Но ана так андай да, арланбайды ешкім өзінің жұмысынан. Как мен осы қоғамдағы бір частьпін деп ойлаймын. Неге айтайын ба? Қазақстанда просто уақыт жоқ. Жақсы төлегеннен бөлек бар ғой. Не үшін жақсы төлейді? Себебі олардың уақыттарын құнды ол жақта. Америкада уақыт құнды просто. Қазақстанда не? Уақыт құнсыз ғой. Уақыт құнсыз Қазақстанда. Мысалы қарапайым біреуге шаруа істеп бердің, ол сағатына емес, істеген результатына ғана ақша береді. А то, что он потратил столько времени, он потратил столько времени, оған ақша төлемейді. Қазақстанда уақыт құнсыз да, результат құнды. Ал Америкада меніңше мен естуім процесс, яғни қарапайым мысалы сантехник келді, сен хабарласың, маған сантехник керек, сен трубаң сынып қалды. Бірақ оның труба қандай сынған деңгейде ол білмейді. Бәлкім үлкен тесік болар, немесе бір какой-то сынған, ода материал жоқ шығар. Ол келді, бір сағат алысты, істей алмады, бірақ та сол істей алмаған құбыр үшін сенен ақша алады, уақытын үшін алады. Сағатына алады, уақыт үшін алады. Оны істеп кетсе де ақша алады, істемей кетсе де ақша алады. Вот сондықтан Қазақстанда просто не үшін арланады адамдар? Мысалы, сварщик дейтін негізі әдемі жұмыстар көп ақша табатын. Мысалы, нелер, пол жуатын адамдар барлығы негізі жұмыс. Просто Қазақстанда уақыт құнсыздығының әсерінен как будто или адам өзін бағаламайды. Типа адам өзін мысалға біреу бар ғой, құрылысшы айтады екен да, біреусі, ой, мен стройка істеп жатырмын дейді екен да, біреусі айтады екен. Мен болашақ балалардың білім несін салып жатырмын, типа балаларға мектеп салып жатырмын деген оймен жасайды екен да. Мешітте тап солай ғой, мысалы, біреу ақша тауып жатырмын, кірпіш қалып жатырмын дейді, а біреу тұрады да, мен қаншама адамның ертең осы жерде келіп намаз оқитын, құлшылық ететін жерін салып жатырмын деп. Просто екеуінің істеп жатқан әрекеті бір, құндылығы екі түрлі. Өмірде де сондай ғой, біздің жасап жатқан подкастта негізі сондай ғой, мысалы. Істеп жатқан әрекеттеріміз бір, бірақ та құндылығы екі түрлі болғаннан кейін просто әр адам просто, мысалы, мен де қазір істеп жатқан ісім әрекетім бір ғой, мысалы барлығы да YouTube тұрып жатыр, бірақ олар ақша тауып жатыр. Мен қазір менің мына жердегі самый қазіргі мен целім болашақ азығым ретінде қалыптастырып жатырмын, бірақ та мен қазір мен ақша табамын деген ниет жоқ менде. Ниет басқаша. Ниет елге шапағатын тигізу ғой. Да, шапағатын тигізейін. Ладно, шапағат тигізбестен бұрын просто көңіл күй сыйлап, или мені тыңдай алатын аудитория пайда болса, мен қатты қуанамын бар ғой. Иә, күшті ғой. Біреуді тыңдата алу өте үлкен өнер. Өнер ол негізі. Жоқ, конкретно ғой, кәдімгідей. Айтады да, адам бұл өмірде бүкіл қабілеттерінің біреу жақсы, жаман екенін білмейді дейді, бірақ сен дұрыс деп тапқан, елге жаман зиян тимейтін нәрсе болса, просто делай всех вот этих неше түрлі әрекеттердің бәрін жасап көру керек та. Мысалы, сен солай бір эксперимент жасап көріп жатырсың. И бір басқа мүмкіндіктерді көрдің, там тіл үйренуге байланысты болсын, или бір мақұл жарайды, тіл емес, ол бір күшті бір салада өзің даму бойынша да кішігірім әрекеттерменен потом ойлайсың, мә, саған қандай күшті Айдархан болып кеткенмін деп ойлап қаласың. Ана кезінде айтады енді ғой, просто инемен құдық қазғандай дейді ғой. Просто кішігірім жайлап бастай берші. Ол үлкен тесікке айналады ертең. Быстро это маленькие медленные шаги дейді ғой. Просто көп адамдар андай да, асығады, қатты асығады. Мен өз басым асығыспын негізі ғой. Мен қатты асығыспын. Лучше тез деп қойып. Иә, тез андай. Мысалы қарапайым YouTube проект істеген кезде мысалы түсірем,
момент кеше саған көрсетіп отырмын ғой, кешке түсірдім, сол моментте монтажын ютубқа салып тастадым. Маған тек обложка жасау ғана керек болды. Келесі күні обложка жасадым, салып тастадым. Қатты асығыспын, андай әдемілік, кішкене асықпа, перфекционизм. Бірақ ол асығыс та күшті негізі. Жоқ, оның көмектетін жерлері де бар. Кесір тиетін жерде бар просто. Соны просто рассчитать ету керек. А так былай көмектетін жерлері өте көп негізі. Тез негізі. Короче, былай ғой, любой қабілеттердің плюсын табуға болады. Типа, мысалға сен асығысың, в этом можно найти куча плюсов, а еще можно вот чуток. Сәл ғана минустарын табуға болады. Минус қарамасаң негізі минус шықпайды негізі. Мен мысалы тұрақсыз адам. Мысалға мен тұрақсыз адам. Мен ешқашандай компанияларда тұрақты түрде жұмыс жасай алмаймын. Хоть күшті айлық берсін, басқа берсін, бірақ дамитын нәрсе көрмесем или өзім перспективамды көрмесем, 2-3 айдың ішінде жұмыстан шығып кете беремін, короче. Ешқашан бір компанияда тұрақты істеген емеспін. Бөтел келесің десе. Мен, короче, вообще тұрақсыз едім мен бар ғой. Мен всегда жұмыстан шығатын болсам, не жұмыс, сол жұмыста қырылып шығып кетемін. Не косячь етіп шығып кетемін, короче, сөйтетемін всегда мен. Себебі ұнамай ма? Мен қазір ең соңғы жұмысым тек қана осы 2 жыл болды істеп жатқаныма. Осы жерде ғана мен. Себебі тұрақтылық неден пайда болды? Себебі ол жердегі махаббаттан ғана пайда болды бар ғой. Қандай адамға, жұмысқа? Жұмысқа да, адамға да, айналамдағы адамдарым өте жақсы. Жұмысымды да энергетика, в общем, ортадағы баланс күшті болды. Баланс күшті. А до этого как-то мен чисто ақша үшін келетін едім. А соның кесірінен мен шалыс басып, андай да, күнің тез өтіп кетсе, ол адамның күні бесполезный өтті деген сияқты. Сондай. Ал күнің неғұрлым ұзақ өтсе, насыщенный өтеді. Сен сол күні бір нәрсе істедің. Шынымен сондай ғой. Мен бір нәрсе айтқым келеді бар ғой, алдыңғыны біз ортаға бардық бір ағалармен отырған кезде, айтады, әр күніңе есеп бер дейді. Негізі, әр күніңе, әр аптаңа, әр айға, жылға есеп бер дейді. Қалай есеп бер дейді. Себебі адамның негізі қазір екеуміздің қасымызда періштелер отыр. Бір жағымызда жақсылық жасатын періште отыр, екінші жағымызда жамандық жазатын періште отыр. Олар еще ауысып жұмыс істейді екен. В плане? В плане, когда таң намазы күн шыққанға дейін и күн батқанға дейін. Күн шыққанға дейін ол таң намаз шыққанға дейін. Екіншісі күн батқанға дейін ол ақшамға дейін. Ақшамға дейін. Біздің істейтін әрекеттеріміздің барлығын есепке жазып Аллаға апарады екен. Сондықтан айтады дейді. Адам әр күнін берекелі өткізу керек, даму керек, оқу керек. Біз әр күнімізге мысалы кешке жатасың, ұйықтардың алдында не істедім деген сияқты. Не істедім деп ойлайсың мүмкін. Қандай күнә істедім, немесе қандай жақсылық істедім деп өз-өзің есеп беру керексің. Адам сол кезде ғана иманы да артады, әр күнге деген берекелі де болады. Әр күнін ойлай бастайды уже. Ал когда есеп бермейсің, ертең шаблонный өмірің өтеді. Әйтеуір жұмысқа барып келесің. Автобусқа или таксиға мінесің, жұмысқа барасың, обедте тамағыңды ішесің, күнделікті бір жасатын болсаң. И такая жизнь продолжается. Такая жизнь продолжается. И пенсияға шыққанда өмір көремін деп ойлады. Мысалы, көпшілер так не изменится, потому что сен 60 жыл бойында әрекетің өзгерген жоқ қой. Сен 60 жылдан кейін де бір ар жағында Құдай ғұмыр берсе 20 жыл өмір сүресің, 10 жыл өмір сүресің, бірақ әрекет қайттан сондай. Адам әр күніне есеп беретін болса, адамның иманы да артады, әр күні берекелі де өтеді. Сондықтан айтарым, әр күндеріңе даже күнге есеп бере алмаймын десең, аптаға, даже аптаға демей ақ қойшы, айдың соңы деймін, айдың ортасына өз-өзіңе есеп бер. Осы ай мен не істедім деп. Обзорына қара. Если обзорны қарай алмайтын болсаң, күнделікті қара. Мысалы, мына күні мен не істедім. Мына күні мен мынандай жақсылық жасадым. Даже жақсылық жасағаныңа шейін ойлашы, просто артады ол, әрдайым артады. И ты хочешь именно сол нәрселерді жасауға тағы да. Жасаған жамандықтарын ойлайсың, оларды жасамауға тырысасың просто. Ұялып кетесің. Мен бүгін мынанша боқтап қойыппын. Надам алдында боқтап қойдым. Мен боқтағанын санамайды келешеге. Жоқ. Әзіл. Да. Оның барлығы просто жазылады да, ол ана жаққа апарылады екен, ол сосын айтты, бұл адам... В общем, фильтруйте ғой, негізі любой адам. Ол жазылса да, жазылмаса да, жалпы адам өзі. Қарапайым өмірдің өзінде де
жоспарыңды қағаз бетіне енгізші дейді ғой. Неге емес, заметка емес, қағаз бетіне енгізші. Там уже по-другому өтеді просто. Мысалы, бүгін азанда осындай нәрсе істеймін, обедте осы жаққа барам. Енді четкий, мысалы, 3-те мына жаққа бару керек емес. Просто кішкене сәл болсын не жазып қойсаң. Таңертең азан тұрамыз, завтрагымды осындай уақытта ішемін. Осындай уақытта автобусқа мінемін, жолым осындай уақыт кетеді. Мына адаммен кездесемін, тамақтанамын, үйге қайтамын, үй жинаймын. Тамақ пісіремін. Весь план. Да, весь план жазсаң, күнің әдемі өтеді. Күнің неме өткенін байқайсың. А когда сенде жоспар жоқ, кетеді ғой. Да, біреу тұрады, дос қаяқтасың, кет қыдыр қайтайық, үйтіп қайтайық, сөйтіп қайтайық деген нәрсемен өтіп кетеді. Сондықтан четкий план болу керек любой нәрседе. Да, бүгін енді жалпы қорытындылай келетін болсақ, мен түсінгенім сенің айтуың бойынша саяхат ол ең самый әдемі нәрселердің бірі. Ол мүмкіндіктер алаңы, адамды өзгертетін нәрсе. И нығметтерді тану. Да, нығметтерді тану, орта табасың, адам танисың. Қалай айтсақ болады? Біздің өміріміздегі рамкадан тыс дүниені көресің. Күшті өмір бар, иә. Рамкадан тыс дүние. Мысалы, Қазақстанда жүрудің өзі бір рамка ғой. Иә. Обычный жұмыста жүрудің өзі бір рамка сияқты ғой. Комфорт қой? Да, комфортный зона. Артық ойламайсың. Қазақстан тоже рамка деп алайықшы. Сол рамкадан тыс әлемді көрген кезде адам, білмеймін, өзгереді, қатты өзгеретін сияқты. Сенің әрекетің басқаша болады. Өйткені сен күнделік жасап жүрген әрекет жасай алмайсың ол жерде. Саған басқа шешімдер керек болады. Вот, мен түсінгенім бойынша саяхат бізге не үшін? Саяхат даму үшін өте қажет. И бағана Карим айтып кеткендей, саяхаттау оңай, қиын емес. Ну, қиын болғанның өзінде де қиындатпай ойласақ. Ештеңе қиын емес. Ештеңе қиын емес. Вот. Сен де қиналып жүредің ғой, қанша уақытқа бердің? Мына подкаст түсіру қиын еді ма? Негізі. Жасап көр, кейін уже біріншісі лажа болады, мысалы, біріншісінде көп қателіктер кетеді. Да, байқайсың ғой негізі. А потом уже кейін келе қарайсың да, ана қателіктердің ешқайсысын жасамауға тырысасың. Мен жалпы түсінген сенің айтқаның үшін виза қалай жасау керек. Сабақты бердің ғой, курс алда қараса шықырсың. Сабақ виза қалай жасау керек, не істеу керек, бір шамасын түсініп қалдым негізі. Work and Travelға кешіп қалыппын. Сіздер кешіп келеді. Бірінші курстан бастаңдаршы, пожалуйста. Біз байқасана өзіміздің келген нәрселерді подкастқа шығара беретін сияқтымыз ғой. Work and Travelға кешіп қалыппын. Еще не бар? Дубайға смело шыға беруге болады екен уже. Тылсыға. Тіл білмесең шыға бересің. Тіл білмесең шыға беруге болады. Сол бүгінге жалпы саған да рахмет. Жалпы өз ойыңмен қорытындылап бір не айтып жіберсең? Айтып жіберейін ба? Айтып жіберші. Вообще мен негізі сен андай прям күшті сөйлесетін, біз көп сөйлеспейміз ғой шаруада жүргеннен кейін. И маған қызық болды, типа подкаст дегенде, мен Айдархан, мен подкаст жазайын деп жатырмын деп. Өзім подкаст жазып жүрген кезде гость келсе, ол басқаша да. Сен оған сұрақ дайындайсың, басқа қыласың. А сен гость болып келсең, ол мүлдем басқаша негізінде. Бірақ любой тыңдап отырған адам болатын болса, айтамын, мүмкіндіктеріңіз көп болсын. Жалпы негізі айтады ғой, миллиондар негізі жерде шашылып жатады, соны жинап алсаң болды деген сияқты. Қабілеттер де сондай ғой. Алла бізге барлығын дайындап қойып, берекелі бәрін дайындап қойып, біз қол созып әрекет істеуіміз керек. Әрекет бізден, нәтиже Алладан, берекет Алладан. Сондай ғой. И жалпы саяхаттау это настолько классно, что мен қазір 21 жасымда көп естеліктер айта аламын. Мен бүкіл әлемнің материгінде болмасам да 30 елден 30 түрлі мыңдаған естеліктер шығады. И сол сияқты сіз де өзіңіздің өміріңізде сондай көп естеліктерді құраңыз. Тек бардым, келдім, жүрдім, қойдым деген сияқты емес. Привитие ценности дейді ғой, өмірге құндылық енгізе беріңіз. Адамның өмірі құнды болған кезде ғана көп нәрсені байқай бастайды, короче, сондай. Бүгінгі мен подкастың рубрика не? Көп болсын, көп подписчигің көп болсын, просмотрың көп болсын. Рекқа шығып кететін. Әумин. Осымен sit down дейтін біздің подкастымызды қорытындылай келе. Сіздерге көп рахмет. Соңына дейін қараған жандар болса, мың алғыс. Айтқым келгені. Короче, YouTube осындай. Sit down дейтін осындай форматта. Келесі қонақ кім болатынын білмеймін әзірге. Сондықтан YouTubeға подписаться етіп, лайк басып, төменге комментария жазыңыз. Өзіңіз қандай ой түйдіңіз, бәлкім бір күшті ой түйген боларсыз, немесе бір жерден минустар көрген боласыздар. Давайте жазып кетіңіздер. Бәрін ашық жаза беріңіздер. Нені қабылдаймын? Негатив бәрін қабылдаймын. Астына бір какой-то бір нәрсе жазып кетсін бе? Сен дыбырлап сөйлейсің, тез сөйлейсің.
анық емес сөйлейсің деп те жаза беріңдер, себебі мен білемін оны. Сен бәрібір жүрсің, өзің жаза берсең комментарий. Сондай негативтеріңіз болса жаза беріңіздер, без проблем, оның барлығын түзеуге тырысамыз. Иә. Сонымен біздің бүгінгі подкастымыз бітті. Всем большое рахмет. Всем пока-пока. Сау болыңыздар.